массажын жасап бітірдік. Енді тейп жапсырамыз. Тейп жапсыру мынандай 5 сантиметрлік аламын. Универсальдың аппликациясын жапсырам. Универсальный аппликация. Ең бірінші қаланың екі сырғалықтың екі ортасын өлшеп аламыз. Өлшеп алған кезде примерно осындай болып шықты. Бізде 4-еу шықты. Оны кесіп жібереміз. Су жақпыз. Қара. Енді осыны 1 сантиметрді бір бөлек. 1 сантиметр бір бөлек. Сосын 2 сантиметр, 2-2-ден бір бөлек. Өзі 5 сантиметрлік қой. Сосын шет-шеттерін міндетті түрде домалақтаймыз. Міндетті түрде шеттерін домалақтаймыз. И мынаны да сол кезде екі ортасын бөлек-бөлек отырмас үшін бірге қосып жібереміз. Сосын барлығын орталарын бір-бір дәл ортасынан по центру дәл ортасынан бүктеп қоямыз. Енді давай, Аделя, біз жоқтағымыз, молодец. Бет массаждан кейін беттің бәрін тазалап алдық. Спиртовый салфетпен немесе влажный салфетпен. Сосын міне дәл ортасын бүктегеннен кейін әшейін жыртып жібереміз. Жыртқан кезде өзі тез жыртылады. Сосын міне якорь созбаймыз. Якорьді мынау астыңғы жұп-жұмсақ қылып тұр. Осының бәрін қатайтуымыз керек. Осы жерлердегі рецепторларды оятады. Сол үшін осы жерді бірінші жапсырып қоямыз да жай ғана тартамыз. Тартпай-ақ олай просто өзінен өзі осы самайға дейін алып келеміз. Осылай жай тартқан кезде өзінен өзі самайға дейін алып келінеді. Міне, все, осымен бірінші аппликациясы бітті. Өзі үшеу. Екіншісі 1 сантиметрлік ол еріннің үстіне кетеді. Тартуға болмайды. Әшейін өзін қоямыз. Бұл якорь болып саналады. Мынау якорь болып саналады. Мынаусы терапевтический зона болып саналады. Мынау якорьдың жапсырдық. Сосын ары қарай терапевтический зона. Яғни осы зонада мынаның астында қыздырып, осы жерде қызғанда температураны көтермейді. Осы жердегі тіндерді оятады. Ми оған сигнал береді. Яғни, міне екіншісін қайттан қоямыз. Үшіншісін көтеремізді. Міне, burası бөлдім, дәл ортасына сызға бүктеп қойған жерді бөлдім да. Міне, второй подбородок шықтық, потом жұмсақ. Қазір кішкене массаждан кейін қатайып бастайды. Астына қоямыз. Именно тілдің шұңқырына қоямыз да. Қатты басамыз, осы жерді фиксируеміз. И ары қарай терапевтический зонаға көтеріп, міне самайға дейін көтереміз. Сосын қайтадан самайға шейін көтереміз. Болды. Енді біткеннен кейін қолмен міндетті түрде қыздырып, яғни дене температурасына ендіреміз. Яғни дене температурасына ендіріп, осылай қылып жасап қоямыз. Все, осымен амбибап аппликациямыз аяқталды. Бұл көбінесе гипотонуста, тонустың төмендігінде, гиперсаливацияда, сілекейдің ағуында, сосын жақын орналаспаған дұрыс болмағанда көбінесе осыны пайдаланамыз.